Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, үйлеріңізде мантаварка болмаған жағдайда оңай табада жасалатын ораманың, яғни ханымның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге үйреніп, сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің алғаш шыққан видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін ұнымызды илектен өткізіп аламыз. Алдын ала үстіне тұзымызды саламыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Және суымызды шетінен құя отырып, тез-тез осылай қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Содан соң қолымызбен алып қамырымызды илейтін боламыз. Бізде тығызда, орташа тығыздықта қамырымыз дайын болатын болады. Құрамындағы заттардың описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Қамырымызды неғұрлым жақсылап илесек, біздің қамырымыз соғұрлым тегіс, қамырымыз оңай жайылатын болады. Мінекей бізде осындай орташа тығыздықта қамырымыз пайда болды. Енді осы қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Начинка үшін начинканы дайындайтын боламыз. Фаршымыз, яғни тартылған еттің үстіне пиязымызды ұсақтап турап салып аламыз. Және татымына қарай тұзымызды, қара бұрышты салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Енді табамызды алдын ала қыздырып алып, үстіне сұйық майымызды құямыз және пиязды ұсақтап турап аламыз. Пиязды қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Пиязды қуырып болған соң үстіне үккіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Екеуін жақсылап қуыратын боламыз. Содан соң қызанақты қосатын боламыз. Қызанақты да осылай көбектап турап саламыз. Қалауларыңыз бойынша болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Томатты қосамыз біраз қасықтың көмегімен. Кез келген дәмдеуіштер, мен орегано қостым. Орегономен қоссаңыздар өте ерекше дәм береді. Татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне батып тұратындай суымызды молынан құямыз және бетін жауып, орташа отта баяулатып қайнататын боламыз. Ал оған дейін біздің қамырымыз тынып, керемет болып тұрды. Енді қамырды жаятын боламыз. Қамырымызды жаймас бұрын ең алдымен осылай қолдың көмегімен дәл видеодағыдай жасап алыңыздар. Сол кезде қамырымыз тегіс және оңай жайылатын болады. Енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Алдын ала осылай жасап аламыз. Кейіннен оқтауға орап, екі шетін баса отырып, ұнымызды себе отырып, арасына қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Қамырымыз біркелкі тегіс болып жайылу үшін тура оқтайдың дәл ортасына орап жайыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз тегіс болып шығатын болады. Мінекей барлығын жақсылап жаятын боламыз. Достар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген алуан түрлі қолжетімді рецептерді ұсынатын боламын. Мінекей барлығын барынша жұқа қылып, жақсылап қамырымызды жайып аламыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқа болды. Енді осы қамырдың бетіне сұйық майымызды жағып алатын боламыз. Щетканың көмегімен немесе қолдың көмегімен жақсылап бір тегіс қылып жағып аламыз. Содан соң бетіне жаңағы дайындалған фаршты, яғни тартылған етімізді жақсылап жайғастырып, дәл видеодағыдай орап алатын боламыз. Орап болғаннан кейін дәл осылай жаңағы табаның бетіне салатындай қылып, алдын ала осылай дайындап қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді отымыз баяу қайнап жатыр. Енді осы үстіне жаңағы ораманы салып аламыз да, бетін жауып, бір қайнағаннан кейін осылай 40 минуттай орташа отта қайнататын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің тағамымыз дайын. Өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бетіне қалауларыңыз бойынша подливпен ұсынып, немесе укроп сеуіп сәндесеңіздер болады. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.